Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен өте дәмді шоколадты құлпынайлардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен құлпынайларымызды жақсылап мұқият жуып аламыз және осылай салфеткамен құрғатып аламыз. Міндетті түрде құрғақ болуына көз жеткізіңіздер, себебі шоколад жабыспай қалады. Құлпынайларымыз дайын болды. Енді шпажкаға түйрейтін боламыз. Барлығын дәл видеодағыдай түйреп шығамыз. Құлпынайларымызды түйреп болдық. Енді шоколадымызды ертетін боламыз. Менде Milka шоколады ақ және қара түрі. Су ваннасына салып жақсылап ертеміз. Шоколадымыз дайын болды. Енді оны бөлек ыдысқа осылай құйып алатын боламыз. Стаканға немесе басқа да шұңғыл ыдыстарға құюға болады. Мен сіздерге көрініп тұру үшін осындай стеклянный ыдысқа құйып алдым. Енді түйрелген құлпынайларымызды шоколадқа салып, толық матырып, шпажканы айналдыру арқылы барлық бетіне жағып аламыз және дәл осылай стаканчикке төңкеріп салып қоямыз. Барлық құлпынайларымызды осы әдіспен шоколадқа айналдырып шығамыз. Енді сыртын жаңа қалған шоколадымызбен әсемдеп шығамыз. Әркім өз фантазиясымен әсемдеуіне болады. Мен видеодағыдай етіп жасадым. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін көрсетем. Қара шоколадты құлпынайымызды алып, осылай сыртына ақ шоколадты айналдырып жағып шығамыз және зубочисткінің көмегімен төменнен жоғарыға қарай жіңішке етіп сызып шығамыз. Сонда осындай әдемі узор пайда болады. Біздің өте дәмді құлпынайларымыз дайын. Міндетті түрде менің әдісім бойынша жасап көріңіздер. YouTube каналымда күнде жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басыңыз.